бұрындары біз мынау қыздардың боксіне қатты мән бермеуші едік қой. Ашығын айтайық енді, жасыратын несі бар. Тіпті кезінде мысалға Назым Қызайбай қаншама рет арызданғанында есімізде шеттетіліп қалып бокстен кәдімгідей жарыстарға қатыстырмай сондай да ситуация болған. Сосын кейін екеуі екі түрлі өтеді. Басымдық жаңағы ер боксшыларымыздың соларға назарымыз ауатын, әйел боксшылар назардан тыс қалып жататын. Қазір енді өзгеріп керісінше жаңағы TikTok дейміз ба, Instagramда болсын, қаралымы басқа жағынан көбінесе қыздардың да артып жатқаны бұл ерлердің намысын оятатын шығар негізі. Әрине оятады ғой. Бұл жерде енді өйткені салыстырып отыратын болдық та. Мен қызықты айтайын сізге. Жаңағы жазып жатырмыз ғой, Қазақстан жалпы есепте бірінші орын болды, осылай. Сөйтсе астына пікірдің астына жаңағы қыздар жазып кетті. Қыздардың арқасында ғой бірінші орын алғандары деп жазып қойған екен да. Енді мен осы федерация тізгінін ұстаған кезде басында ол айырмашылықты мен байқадым. Сол кезде енді мен ойладым, енді елімізге алтын медаль, алтын жүлде келіп жатса, оны қыздар бере ма, ерлер құрамасы бере ма, біз үшін айырмашылық жоқ. Тең, ол тең. Өйткені қай құрама алтын жаңа жүлде салмаса да қоржынымызға әнұранымызды шырқатады, туымызды көтереді. Сондықтан да мен ол екі жаққа да теңдей қараймын.